Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді әрі тез дайын болатын хачапури дайындайтын боламыз. Керекті мөлшерлерін описание бөліміне жазып қалдырып кететін боламын. Алдымен електен өткізілген ұнымыздың үстіне шым-шым тұзымызды саламыз және оның үстіне 2 шым-шым қантымызды, 3 ас қасық сұйық майымызды және айранымызды құямыз. Айранды құйғаннан кейін айранның бетіне 1 шай қасық ас содасын салып, барлығын бір келкі етіп, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Сонда біздің қамырымыз қолға жабысқыш, өте жұмсақ қамыр болып шығады. Видеода көріп тұрғандай, дәл осы пропорциямен жасайтын боламыз. Описание бөліміне осы жасалу құрамының мөлшерлемелерін жазып қалдырып кететін боламын. Міне осылай қамырымызды илейміз. Илеген кезде өте жұмсақ болады. Осы кезде үстіне ұн, ешқандай айран құймаймыз. Дәл осы пропорциямен жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды тоңазытқышқа 30 минутқа қойып қоямыз. Осы уақыт аралығында арасына салатын салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сары май, майонез, сыр және сарымсақ қажет болады. Сарымсағымызды осылай жұқалап кесіп, майдалап турайтын боламыз. Егер сарымсақты қаламайтын болсаңыздар, онда аз мөлшерде қоссаңыздар болады. Міне осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай сарымсағымызды өте майда жұқа етіп турап ыдысымызға салатын боламыз. Ыдысымызға салғаннан кейін оның үстіне майонезімізді құйып жақсылап араластырып қоямыз. Енді үккіштен сырымызды өткізетін боламыз. Егер үккіштеріңіз майда немесе ірілеу болса да бола береді, осылай қатты сырымызды үккіштен өткіземіз. Сырдың осындай қаттысын пайдаланыңыздар. Міне осылай барлық сырымызды үккіштен өткізіп дайындап қоямыз. Міне біздің енді қамырымыз 30 минуттан кейін қамырымызды алып, оны осылай бөліктерге бөлетін боламыз. Бөліктерге бөлген кезде өздеріңіздің табаларыңыздың мөлшеріне қарай бөлесіздер. Егер табаларыңыз кіші болатын болса, онда 8 бөлікке бөлесіздер. Мен енді өзімнің табама қарай осылай 6 бөлікке бөліп алдым. Бөліп алғаннан кейін қамырларымызды осылай жаятын боламыз. Егер қамырымыз жабысып жатса, онда сәл ұн сеуіп жібереміз. Міне осылай дөңгелек етіп, парлап, қамырларымызды екіген жайып алатын боламыз. Жайып болғаннан кейін қамырымыздың бетіне осылай майонезімізді жағып шығамыз. Майонезімізді жағып болғаннан кейін жаңағы үккіштен өткізген сырымызды бетіне сеуіп шығамыз.
Сырымызды сеуіп болғаннан кейін жаңағы екінші жайған қамырымыздың бетіне де майонезді жақсаңыздар болады. Мен енді жаққан жоқпын, өздеріңіздің қалауларыңызбен осылай екінші бетіне де майонез жақсаңыздар болады. Сосын оны бетіне қабаттастырып, екі шетін біріктіре отырып, міне осылай оқтауменен жайып жіберетін боламыз. Жайған кезде қатты үлкейтіп жай жібермейміз, табамыздың көлеміне лайықтап жаятын боламыз. Міне осылай барлық қамырларымызды жайып шығамыз. Қамырларымызды жайып болдық. Енді алдын ала қызып тұрған табамызға бетіне азырақ май жағып жіберіп, жаңағы қамырымызды салып пісіретін боламыз. Осылай астын көріп тұрамыз, отымызды қатты қоймаймыз, жай отта осылай айландыра отырып, екі шетін бірдей пісіріп алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жай отта осылай астын көтеріп көріп қарап тұрамыз. Піскен кезде келесі бетін аударып осылай пісіріп аламыз. Пісіріп алғаннан кейін бетіне міндетті түрде сары май жағуды ұмытпаңыздар. Міне сонымен біздің хачапурилеріміз дайын болды. Өте керемет болып шығады. Иісі де өте керемет, жұмсақ, дәмі де өте тамаша болып шығады. Сіздерге де кеңес беремін. Үйде осылай жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Подписация бөліміндегі қоңырауша белгішесін басып қойсаңыздар, менің каналымнан түрлі рецептерді көре алатын боласыздар. Баршаңызға ас болсын, сау болыңыздар.